Еркетай KZ сайты ұсынады. Ата-аналарға арналған бала тәрбиесіне қажетті 14 кеңес. Баланың міндетті түрде өздігінен орындайтын жұмыстары болу қажет. Сіз тек осы жұмыстардың орындалуын қадағалауыңыз керек. Мейлінше қаншалықты тиянақты әрі жылдам орындасаңыз да, балаға жүктелген жұмыстарды өзіңіз орындауға тырыспаңыз. Балаңызды тыңдауды үйреніңіз, шыдамды болыңыз. Балаңыздың сөзін бөліп, оның ойын өзіңіз аяқтауға тырыспаңыз және баланы асықтырмаңыз. Балаңызға өз көзқарасыңызды тықпаламаңыз. Өзіңіздің нұсқаңыздың дұрыс екенін дәлелдермен ғана түсіндіріңіз. Баланың кез келген қалауын орындауға асықпаңыз. Балаға өзінің іс-әрекетін түсіндіруді үйретіңіз. Яғни, бала ең алдымен ойланып, содан соң ғана шешім қабылдауды үйрену керек. Ең жақсысы, өзі сенімсіздік танытқан мәселелерде ата-анасымен кеңесуге болатынын білу қажет. Баланы қоршаған әлемді танып білуге дағдылаңыз. Баланың жан-жақты дамуына қолайлы әрі қауіпсіз жағдай жасаңыз. Баланы тым еркелетпеңіз. Онымен өзіңізбен тең дәрежедегі адам ретінде сөйлесіңіз. Есіңізде болсын, сіздің сөйлеген сөзіңізді, іс-әрекетіңізді балаңыз қайталайды. Балаға өз бетінше жеке басының тазалығын қадағалауды және де әртүрлі жағдайларда өзін қалай ұстау керектігін түсіндіріңіз. Жақсы іс-әрекет үшін сөзбен немесе сыйлықпен мадақтап көтермелеңіз. Бала кішкентайынан бастап ата-анасын, үлкендерді, жақындарды сыйлау керектігін білуі тиіс. Ешқашанда баланың икемсіздігін күлкіге айналдырып, және де қорқыныштарына күлмеңіз. Қайта керісінше баланың қорқыныштарын бірге шешіп, сенімді қарым-қатынас орнатыңыз. Қаншалықты уақытыңыз аз болса да, балаңыздың жан-жақты дамуына көңіл бөліңіз. Есіңізде болсын, балаңыз сіздің ең басты байлығыңыз. Осымен видеомыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.